Еркек адам мен әйелдің ортасында ыдыс-аяқ сылдырамай тұрмайды. Өмірде әрбір нәрсе болады, жын шайтан болады. Сол жын шайтан болған кезде еркек адам әйелге хоп, сенікі дұрыс, маладес, жеңдің десе, сонда еркек адам үйден шығып кетіп қалса, сонда сен бір сөз айтпайсың, бұл сөзді айтсаң. Қай сөзді? Талақ, мен сенімен ажырасам деген сөзді айтпайсың. Сенде сол сөзді сенікі дұрыс деп, қазақ айтпақшы, ақылды көндім десе, ақымақ жеңдім дейді деген қазақтың сөзі бар. Сол моментте ашуланып, адамның ақылы істемей тұрған кезде, әйелмен бапылдасып, бап сөйлеп, оның боғаузын сөйлеп, оның өліп қалған ата-анасын қарғап, оның шешесінен боқтап, әкесінен боқтап, сүйегі шіріп кеткен ата-анасына дейін айтқан еркек, бұл оңбаған еркек болып табылады, біліп алыңыз. Алла тағаланың алдында сенің істеген сауабың, сенің істеген жақсылығың бәрі пішту әңгіме болады. Аспанға желдің үшкендей бөшкенің түбін тесіп, су құйғандай әңгіме болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізді осы нәрседен қайтарды. Еркек адам еркектік қабілетін ұстап қалсын деді. Дұрыс, өмір болғаннан кейін әртүрлі нәрсе болады. Артық болады, кем болады, бес саусақ тең болмайды. Бірақ сол моментте өзіңді ұстап қалу, бұл еркегінің қолынан келеді. Әйел менен әйел етіп салғыласпай, өзін ұстап қалған адамды Аллах тағала пайғамбарымыз алейхиссалам көтерген ұлы нәрсенің дәрежесі болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям енді әйелге сана берсін. Өзі ұятты бүйтіп Жәбірайыл алейхиссалам көтеріп келгенде, ұятты кімге берейік дегенде, әйелге бер деді. Неге? Өйткені әйел ар намысын әйел ұстаса, онда бұл бақытты болады. Әйел адам бақытын, моментін сөз ұстаса, сен мені боқтадың, мен сені боқтадым, бұл түбі еш қашан жетпейді. Сен мені бүйттің, мен сені бүйттім десең, онда өмірдің бас аяғы шешілмейді. Сенің даудың үстіне даудың үстіне. Бұл жердегі енді екінші қателік. Еркек пен әйелдің ұрысы бір төсекпен шешіледі ортасы. Екеуі ұрысып екі жаққа жатады да, таң атқанда төсектері бір қосылғанда, екеуінің мәселесі бітеді сол жерде. Енді бұл жердегі ең оңбағандық нәрсе қайынсіңлі, балдыз, әпке, іні, бауыр, аға, подружка, дос, сосед деген бәлелер осы жерде тыныш жүру керек. Жан жағына араласпау керек. Біреудің әйел мен әйелдің ортасына кім түседі? Ессіз түседі, ерлі азайып. Яғни сен ессіз деген ақымақ деген сөз. Сен сол ақымақ болма, біреудің ортасына түспе. Екеуі жарасып кетсе, сен ақымақ боласың. Қаншама әке-шешелер келіндерінің үстіне, балалардың үстіне орта түсіп, менің ішіме сыйған балам сыртыма сыяды деп, алып келіп алып, қызының өмірін талқанын шығарып, ол қызы енді барып біреуге барып тоқал болып тие алмайды. Енді сонша баламен барамайды. Қайда барады? Ол ертең шайын істеп үйренді, қызметін жасап үйренді. Аз ба, көп па, жақсы ма, жаман ба, еркектің иісіне үйренді. Еркектің аузындағы сасық темекісіне үйренді. Соның қолтығындағы иісіне үйренді. Әйтеуір бір соған үйренді. Енді үйреніп болғаннан кейін сен